Аманат партиясының қасында отбасы және халық әлеуметтік қорғау комиссиясы құрылған. Бұның басты мақсаты отбасы институтын нығайту және де әлеуметтік осал топтардың, әйел, жанұя, балалардың құқығын қорғау болып келеді. Қазіргі таңда комиссия отырыстары аудандарға шығып жұмыс жасап отырмыз. Бұл жерде біз жаңа денсаулық, білім беру, әлеуметтік сала басқарма басшыларымен бірге аудандарға шығып, қоғамдық қабылдау жасап, сол жерде тұрғындардың арыздарын тыңдап, мәселелерін шешуге тырысамыз. Әрине, зорлық-зомбылық деген мәселе өте өзекті. Бізде бүгін осы полициямен түнгі рейдке шығып, өзіміз бір-екі отбасына кіріп, осындай жанжалды оқиғаларға тап болып отырмыз. Әрине, ең бірінші біздің мақсатымыз бұл отбасылық құндылықтарды сақтап қалу. Және де көптеген жанұяларды көріп отырмыз ғой, көбінесе осындай жанжалдардың себебі әлеуметтік тұрақсыздық, жұмыссыздық, қазіргі лудомания, наркомания дейміз. Қазір закредитованность, кредиттері өте көп. Сондай қиын жағдайға түскесін бір-біріне қол жұмсап, оны және де бұл біздің кішкентай өсіп келе жатқан балдарымызға қандай әсер тигізіп отыр. Кеше тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы осы қалалық секторына бардық. Сол жерде де екі келіншекпен кездестік. Бір келіншектің 5 баласы бар, бір келіншектің 2 баласы бар. Ауыр жағдайда. Енді мемлекет тарапынан қазір барлық жағдайлар жасалған. Аманат партиясына айтатын болсақ, 20 жылдан бері колл-центр бар, 111 деген колл-центр жұмыс жасап келе жатыр. Осы биыл октябрь айында бұны республикалық колл-центр қылып бөлді. Және бұл колл-центр 24 сағат жұмыс жасайды. Ол жерде мамандырылған юристер, психологтар жұмыс жасайды. Соны жан-жақты ақпараттауға күш жұмсаудамыз. Отбасын құрғандықтан екі жақта өте үлкен жауапкершілікпен қарау керек. Әртүрлі жағдай болады. Сол жерде сабырға салып, кішкене бейірімділікке салып, алдын ойласа деп ойлаймыз. Бірақ енді әртүрлі жағдай болады ғой. Ең бірінші сол балалардың болашағын ойласа, балдарға болашағына балта шаппай, соларға үлгі бола білсек